Благодаря неформальной форме преподавания, что практикуется в разговорном клубе казахского языка «Бас-Косу», 200 алматинцев обучились языку для бизнеса, дома и общения с друзьями. Чем так привлекательна эта форма обучения? Об этом Айгерим Байзулина. Екатерина Раскидная работает в банке. Новая цель в жизни успешной бизнес-вумен – выучить казахский язык. Помимо знания языка для работы, Екатерину очень сильно мотивирует гордость в глазах ее дочери. Ведь теперь будет знать не только русский и английский, но и казахский. Подходящим вариантом для обучения стал клуб разговорного казахского языка «Бас-Косу». Здесь свободная обстановка, понятный подход и удобное время. Я работаю в банке, а Бас-Косу я узнала совершенно случайно из социальных сетей. Когда я увидела приглашение на встречу Бас-Косу, сначала очень захотелось попробовать что-то новое, но было страшно, потому что я казахский изучала в школе, и он мне очень нравился. Бүгін 8-ші сабақта мен 40 жаңа сөздер үйрендім. Я надеюсь, что через пару месяцев все, что я вам сказала сегодня на русском, я скажу на казахском. Клуб «Бас-Косу» открыт для тех, кто хочет научиться разговаривать, читать и писать на казахском языке. Причем освоить все это можно совершенно бесплатно. С самого основания организаторы преследовали социальную цель. Если в первое время к нам приходили 10-15 человек, но со временем количество участников выросло до 40-50. Эффективность достигается путем интерактивных игр, интерактивного подхода к изучению языка, где у нас нет определенной методики. Мы не изучаем грамматические правила, мы начинаем говорить на определенной тематике. И начиная с элементарного слова, предложения, начинаем уже втягивать в процесс всех участников. Я считаю, что приоритеты надо ставить именно свой родной язык. Самый легкий такой способ со сказок начать обучение казахского языка. Ну и также плюс подкрепляю, когда хожу сюда, в Бас-Косу. Предметом сегодняшнего обсуждения клуба «Бас-Косу» стала тема купли-продажи. Вот так просто в непринужденной обстановке можно освоить казахский язык. Сюда может прийти любой желающий, вне зависимости от возраста, национальной принадлежности и уровня знаний. Благодаря эффективной методике «Бас-Косу» каждый сможет заявить «Мен казахша сөйлей аламын». Айгерим Байзулина, Медет Исапанов, телеканал Астана из Алматы. Мен қазақша сөйлеймін. Бұл Алматтағы Бас-Косу клубы мүшелерінің басты ұраны. Құрылғанына 1,5 жылға жуықтаған еріктілер орталығы қазақ тілін үйренем деп ниет білдіргендерге қол ұшын созып келеді. Бастапқыда аптасына 10 адамның басын құраған клубтың бүгінде 40 адамды қабылдауға қауқары бар. Мұндағы сабақ кәсіби оқулықтармен жүргізілмейді, тек күнделікті қолданыстағы ауызекі сөздерді меңгеруге мүмкіндік береді. Қаржыгер Екатерина Раскидная жұмыс аяқталысымен Бас-Косуға асығады. Бүгінде солай, оған мемлекеттік тіл тек жұмыс барысында қажет болған еді. Клубқа келгелі әуелгі ойы өзгерген. Қазір қазақ тілін ерекше дәріптеген әйел отбасында ауызекі сөйлеуге көшкен. Бүгін 8-ші сабақта мен 40 жаңа сөздер үйрендім. Мысалы, қаржы, финансовый, кезекті, интересный. Менің қызым өте мықтанады. Қазақ тілін үйрететін клубты Бақытжан Бұхарбай есімді азамат ерікті түрде қолға алған. Бұл игі іске оның жақын достары да қол ұшын созды. Клуб қандай да бір пайда табуды басты мақсат етпейді. Оған аптасына бір рет өтетін тегін Бас-Косулар дәлел. Қазақ тілінің болашағына бейжай қарамайтын ұлтжанды алматылықтар сабақ өтетін орындарды бірнеше сағатқа тегін ұсынады екен. Қазақ тілді ортада өмір сүреміз. Тек көп адамдардың біздің байқағанымыз, біздің тәжірибемізге сүйенсек, көп адамдар білет, бірақ сөйлеуге ұялады. Олардың акценті бар, дұрыс сөйлей алмайды, немесе жалғауларға дұрыс қоя алмайды. Біздің мақсатымыз адамдардың білетін нәрсесін сөйлеп, білетін нәрсесін айтқызу. Мұнда жас та, жасамыс та бар. Әсіресе 17 мен 40 жас аралығындағы тұрғындар қазақ тілін үйрену сабағының тұрақты келушілері. Бүгінгі тақырып күнделікті қолданыстағы сауда-саттық болды. Менің өлшем бар ма? Жоқ, менің өлшемім. Менің
өлшемі бар ма? Иә. Мен ойлаймын, 20% жоғарттым мен қазақ тіліне. Өйткені бұрын мен қазақша нашар, өте нашар сөйледім. Жұмыста келісім шарт қазақ тілінен аудару керек, қазақ тілге орыстан тілін. Біздің Google Translate оншама аудара алмайды. Сөздік кітаптар көбейтсе, біз үйренеміз, жақсылап үйренеміз қазақ тіліне. Қазақ тілін үйренушілердің саны бүгін 40 адамды құрап отыр. Мұндағы сабақтар кәдімгі дәстүрлі оқулықтар сияқты емес, күнделікті тұрмыста пайдаланатын сөздерді қолдану арқылы жүргізіледі. Сондықтан келушілердің қазақ тілін емін-еркін үйренуіне мүмкіндік мол. Солай емес пе? Бір жарым жыл ішінде Басқосу клубында 40 шақты кездесу өтіп, 200 адамның қазақ тілінде сөйлеуіне көмектесті. Ал тіл үйренемдеушілерге клубтың есігі әрдайым ашық. Ана тілін меңгеруге құлшынысыңыз артса, қажетті ақпаратты Facebook әлеуметтік желісіндегі Басқосу арнайы парақшасынан да алуға болады. Айгүл Махан, Медет Исапанов, Астана телеарнасы, Алматы.